12 жасқа толған балаларға арналған. Құрметті көрермендер, облыстық жайдарман сайысын ары қарай жалғастырамыз. Енді Д тобында 3-1 команда сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін болады. Алғашқы Д тобын бастайтын команда Қорқыт атындағы Қызылорда университеті Қорқыт кенжелері командасы. Команда болып келді Қорқыттағы, әзілдерде дайын ай-ай-ай. Мықты әзіл ойнап, бойданамыз қайрат, Қорқыттың тұр алдында ай-ай-ай-ай. Ал кеттік биле. Жаныңмен жат жаныңмен жат. Hello people! Міне жігіттер, бүгін 1-2 финал маңызды ойын болып жатыр. Бүгінгі ойынға қанша тігіліп жатыр? Тігіліп жатқан жоқ. Бүгін кәдімгі жайдарман ғой. Финал 1-2 финал, сосын финал былай жолдама ғой. Қойш, Иә. ақшалай сыйлық, қаржылай сыйлық бермей ма не? Жоқ, жолдама былай қарай. Онда дейді мынау. Смело отырып ойнайтын ойын ғой жігіттер. Шешін тастау ойнайтын ойын ғой жігіттер. Атбиевке қойшы. Өшір. Не болды? Сендер ақша үшін ойнайсыңдар ма не сонда? Тек ақша үшін ойнайсыңдар ма? Құдай қаласа ертең финалға өтсек Әлекең беретін шығар. Не болды? Кім Әлекең? Кім? Әлби Басаров та ертең беретін шығар. Әлби Басаров па? Кәдімгі ма? Иә. Мына кісі ма? Мына түрмен қайт бізге ақша береді, өзіне ақша керек сияқты ғой. Негізі жігіттер, Қызылорда қаламыздың сол жағалауына Леви бергі бар ғой. Жылдан жылға жақсы дамып келе жатыр, қараңдаршы. Күшті. Негізі деймін да, Леви берг сет ұстамаса да тұратын жері екен. Неге? Неге болғанда, Леви бергке кіріп келесің, оң жағында тетсат тұр. Балабақша бар. Балабақша бітіргеннен кейін Орда скулға барасың, артта мектеп бар. Сосын Орда скул бітіргеннен кейін бұйырсаң болашақ университетіне оқуға түсесің. Ол университетте активист болып жүресің да, рухани жаңғырып, осы жастар ресурстық орталығына келіп, осы сахнада өнер көрсетесің. Осын бәрі біткеннен кейін пәтер алғың келеді ғой. Пәтер алғың келсең, арттағы соңға тіркелесің да, осы Левидің қызыл домдарына пәтер аласың. Сосын жасыңда бір жақты болып қалады ғой. Как раз артында бош желе көп. Жалпы жігіттер алдыңғы ойыннан кейін бізге барлығы сұрап кетті, неге команданың аты Қорқыт кенжелері. Айтшы соны, неге? Айтыңдаршы. Жалпы мына Қорқыт университетінен шыққан командалардың тарихына үңілетін болсақ, ең бірінші Жаспек командасы. Одан кейін қазақтың қазағы, Қорқыт қырандары, Қорқыт құрамасы, Қорқыт жастары, қымыл құрамасы. Одан кейін біз Қорқыт кенжелері. Бұлай қарапсында жігіттер, жеті атақ ілініп түрегеміз ғой. Сол жігіттер деймін да, неге Қорқыт құрамасы деп қоя салмадық? Өздері тірі, көздері тірі, сәждасы. Құдай сақтасын, бірақ тезірек Қорқыт құрамасы болғысы келіп жүрген Қорқыт кенжелері кеттік! 80 жастағы әжеміз көшеде. Сәлем берді қанаты. Бұл да бір көп жаса деген сайын. Құрметті көрермендер, барлығымыз білеміз, Инстаграмдағы танымал Нүсрет түркиялық емес, өзбекстандық болса қалай болады екен? Ана келеді, ана бәрін көрсетіп бізге білесіңдер ма? Ана Өзбекстан. Ана келді, Нүсрет қойнау. Мынау не істеп отыр? Көп балалы ана Шаштаразда.
Апа, шашын алып болдым. Қуасың барасында қыздарым бар емес па? Бұл нағыз Рахмет. Құрметті жігіттер, жюриларға қарап отырсам, өзім активистік өмірім сияқты. Неге? Неге болғанда, Азамат аға барасың да, Азамат аға барасың, өзің ерікті жас волонтер боласың. Одан шығасында Парасат аға барасың. Парасат аға барып, білім нәрмесі осындайсың. Осын одан шығасында Талғат аға барып, жаңа волонтерлықта шыңдап, ары қарай областной деңгейге жетесің ғой. Сосын бұйырса сүріметіне жұмысқа тұрамыз ба деп отыр ғой. Сіздермен бірге болған Қорқыт кенжелер, рахмет. Горький вкус твоей любви меня убил, теперь бесит. Қорқыт кенжелері командасы енді қаздар алқасына ұнады ма, мүмкін Қорқыт құрамасы секілді өнер көрсете алды ма? Білейікші. Жігіттерде тамаша стиль бар, бағана айтылып отқан ескерту, форма деген ескерту өте тамаша. Ол жағынан енді Қорқыт университеті алда, жалпы осы жағынан командаға форма беру, тағысындағы деген дүниеден болашаққа қарағанда деп қояды дейді. Ал енді бас әдем басталды да жігіттер. Соңғы жағына қарай білмеймін, бір түсініксіз әзілдер болып кетті. Нұрсетті басқаша қылдыңдар, онан кейін тағы бірдеңе деген секілді. Соның орнына мүмкін басқаша бір әзілдер қолданып, болмаса бағанағыдай бір чостар керек бетті ойлаймын енді. Левый беректі бір айтқаннан кейін правый берекке де может быть жаңа үңіліп та. Онан кейін кенжелерде өздеріңіз атап жатсыңдар, қара шаңырақтың иесісіңдер ғой кенже болғаннан кейін. Ыңғайы келсе бір ден дұрыс шамалы бір актуальный әзілдер болса, себебі сіздер флагман деп жатамыз ғой, Қызылорда облысының нөмір 1 университетінің атынан шығып тұрған командасындар. Сол себепті сол флагманды ұстайтындай актуалдық темада, саяси тұрғыда бір астарлы әзілдер болса, шымшыма тамаша болар еді деп ойлаймын. Енді альма-матырсыңдар ғой, как-никак. Рахмет. Азеке. Жалпы Қорқыт ата университеті әркез жақсы командалардың, КВН-ның өңірдегі жалпы ізін жалғап келе жатқан үлкен ұжым ғой. Сондықтан жігіттерге неге сәттілік тілеймін. Алдындағы ойындарында білеміз. Бірақ шамалы дайындық, негізі көп нәрсені дайындыққа бет бұру керек жігіттер. Менің ойым сондай. Дайындық болса потенциал бар. Кейбір командалар бар ғой, әзілі жақсы болғанмен жетісе алмай жататын. Сендер жеткізетін әнелерің бар, әлеуеттерің бар. Бірақ жаңа әріптесімнің сөзіне қосылған, басы әдемі басы салды, соңғы жағы бір аяқсыз қалғандай болды, бірақ жалпы жаман емес. Рахмет. Бұрыннан бері енді бізде Жайдарман ойнағанбыз. Тарихы тереңде жатқан Қорқыт ата университетінен мықты командалар шығады. Болашақ университетінің жігіттері шыққан кезде мен бір ескерту жасап едім. Дайындықтары, олардың ойындарын көріп жүріп, дайындықтары жол болмай қалды. Сіздерден біраз нәрсе күтіп ек, сіздерде өкінішке орай былай Жайдарман тілімен айтқанда шайып кеттіңіздер кейбір жерлерін. Келесі жолы жақсы дайындық болады деп есептеймін. Сәттілік. Бақылек. Менде сұрақ бар, бұл жігіттер республиканский лигада бар ма? Жоқ, биыл ғана құрылған. Биыл құрылса, онда жігіттер үлкен сәттілік. Әлде де менің ойымша сіздер дайындық барысында қандай әзіл күлкілі, қандай әзіл күлкілі емес, қандай әзіл керек, қандай әзіл керек емес, соны жақсы білесіздер. Сол әзіл ойнайтын кезде соны жақсылап таңдасаңыздар, нұр үстінен нұр болады. Ал былайынша команда болып сахнада қозғалу, бір-бірлеріңді түсіну, бір-бірлеріңе микрофонды беру, сахнада жұмыс істеу ол өте жақсы дамыған, әдемі көрініп тұр. Енді құрылған командаға ұқсамайсыздар. Әрі қарай кішкене дамыту керек, жұмыс жасау керек. Ертең Алла қаласа үлкен бір фестивальдарға, Астанаға, республиканский ойындарға барып көресіздер, опыт жинайсыздар. Сол кезде бұдан да мықты боларсыз деген ойдамын. Әзірге сәттілік жігіттер, рахмет. Рахмет. Үлкен рахмет. Қорқыт ата университеті енді біздің аймағымыздың білімнің қара шаңырағы. Сол атақты өздеріңіз алып жүрсіздер, мінекей биыл құрылып жатыр деп айтып жатыр. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Бұл енді әлде де шыңдаласыздар деп ойлаймын. Тәжірибе, үлкен ойындар әлде де алда. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет, қазылар алқасы. Құрметті Қорқыт кенжелері командасы, енді сақтарыңыз сынбасын. Көңіл күй түсірмейміз. Дәл осы көңіл күймен
ары қарай біздің әріптесімізге барып ой пікірлеріңізді жеткізсеңіздер болады. Рахмет. Ал жігіттер, Әділқазы алқаларының айтқан пікірлерін толық тыңдадыңдар. Қайсысымен келісесіңдер, қайсысымен келіспейсіңдер? Негізі барлығымен келісеміз. Келісеміз, барлығымен дұрыс айтты. Дайындық аздау. Дайындық аз, мен оны мойындаймыз. Негізі бәрі айтқан дұрыс. Осы жыл құрылған команда болған соң бізге де енді шамалы не болады ғой. Не болады? Не болады? Жеңілдік болады. Просто андай ғой. Мешфаққа көп көңіл бөліп кеттік ау деймін. Мешфаққа қатты дайындалып кеттік балдар, жігіттердің барлығы. Құдай қаласа. Осы бағдарламада өнер көрсетіп жатқан командалардың арасында қайсысы қарсылас деп ойлайсыңдар? Кімнен қорқасыңдар? Ағаларымыз Байқоңырдан. Байқоңыр сосын Қазалыда. Жақсы, Қорқыт Ата университетінен жақсы, мықты командалар, мықты тұлғалар, қыздар, жігіттер шыққан ғой енді. Сол ағалардың жолын берсін деген тілек білдірейін сендерге. Сәттілік алдағы уақытта. Жайдарман Кап облыстық жайдарман сайысы өз жалғасын табуда. Ары қарай жалғастырамыз. Д тобының келесі командасымен таныс болыңыздар. Тек қана биылғы осы жайдарман сайысымыз тек қана облыстық деңгейде емес, республикалық деңгейге шығарып отырған бірден бір команда. Шымкент қаласынан келіп отырған, арнайы қонақ болып келіп отырған Оқымуда оқимыз командасы Шымкент қаласы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік университеті. KFC мен тугisi бар қаладан келдік. Қайырлы күн Қызылорда! Достар, біз Шымкент қаласының Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінен келдік. Яғни Оқыму. Жақында ғана біздің универ Оқымудан оқуға өзгерген болады. Сонда сокращение әріптерге деген қалды ма не? 5 жылдан кейін Шымкент қаласында болған жағдай. Балам, қайда оқисың? О, деген универде. Қызылорданың әкімі Нұрлыбек Нәлібаев ағамыз қызметінен көтеріліпті. Жігіттер, мен ойлаймын, Әліби аға мықты әкім болады сияқты. Дұрысқа орын ешкімге бермейді ол кісі. Жігіттер, Қызылордаға кетіп тұрған екен, қобыз туралы айтайық. Осы жігіттер қобыздың бір жақ жері қобызды болмайтын нәрсеге тең емайды кесті. Тең емайсың. Мысалы бір көшеде қыз кетіп баратса, қарындас, фигураңыз қобыз екен деп айта алмайсың. Одан кейін қобыздың бронша емес жері, ана бір отырыста отырып, қобызбен аягөз қайда барасың деп айта алмайсың. Айтқандай жігіттер, кеше кино көрдім. Халық деген кино көрдім. Енді ана кейіпкерге риза болдым. Ананың ұрған, қадаған. Сен Қосанов деген естің бар ма? Сол кісінде қадаған ғой. Жігіттер, бүгін жартылай финал. Тоқташ. 1-8, 1-4 қаяқта сонда. Қызылорданың лигасында да сокращение әсер еткен ғой. Барлық әңгімені серьезно қабылдайтын жігіт. Жан, үйде сол жолдас болған екен, екеуміз отырмыз, үйде отырық. Сол әңгіме айтады, екеуміз отырық қой. Қазір отырш, не болып, брат, бір жерің ауырып тұрма. Мүлдем еш нәрсені есте сақтай алмайтын сатушы. Салмасыз вообще, нан қаншадан? Ана магазинде қаншадан деп жатыр. Футболдан мүлдем хабары жоқ комментатор. Құрметті достар, көптен кейін футболымыз басталды. 2-4-ке берді, 4-6-ға берді, 6-12-ке берді, 12-14-ке берді. Допты бір қолында қолға бір бала ұстап алды. Ортада бір сары футболмен біреу жүгіріп жүр, по-моему, доп соңғы сияқты. Рахмет. Ойынымыздың соңын жайдарманшылардың жан дүниесімен шыққан әнмен бітіргенде жөн көрдік. Біреудің әзілі бар, бірақ спонсоры жоқ. Біреудің ақшасы бар, бірақ әзілдері жоқ. Өзің болып жатырса бар, болмаса керегің жоқ. Бір шалдың шамасы бар, бірақ бере жоқ ақшасы. Квенчик деген аттар бар, әзіл жазуға жоқ шамасы.
Жылтырайтын форма бар, арзан әзіл сапас. Жыртатын команда бар, ойнауға қарсы папас. Команда бар, ақсырсыз ойыны жоқ. Команда бар, ойнайтын жері жоқ. Команда бар, амалсыз жатқандар. Команда бар, жасайтын жоқтан бар. Команда бар, авторсыз ойыны жоқ. Команда бар, ойнайтын жері жоқ. Команда бар, амалсыз жатқандар. Команда бар, жасайтын жоқтан бар. Ойын соңында. Рахмет. Әлеке, есіңізде болса, біз осы Қызылордаға енді келген кезде осы маусымның соңына дейін бара аласыңдар ма деген едік. Ал енді біздің жауабымыз осы маусымның соңына дейін барғымыз келеді. Олай болса, оқымуда оқимыз командасына Қазылар алқасы енді маусымда қала ма, қалмай ма, ол бойынша пікірлеріңізді айта кетсеңіздер. Кім бастайды? Давай, Талғат бастасыншы. Я? Өйткені көптеген Қазылар алқасына қосылады да отырады, бірыңғай өзім мнениесін айтсын деп жатыр. Енді жігіттер, қасиетті сыр еліне қош келдіңіздер. Алаштың анасына бөленген біздің қасиетті сыр өлкесі. Енді ойындарыңыз маған ұнады. Былайша айтқан кезде деңгей бар, ойын бар, әзілдер де бар. Енді кейбір идеальны деп айтуға келмейді, бірақ әйтеуір әзілде мен көре алдым. Сондықтан сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта биік белестерді бағындыруларыңызға мен тілектеспін. Рахмет. Рахмет, Бәке. Күшті жігіттер, жақсы, әдемі ойын болды. Сахнадағы қозғалыс барлығы әдемі, барлығы жақсы. Бірақ бір нәрсе ең соңғы айтылатын әнде я барлықтарыңыз жанды дауыста айтуларыңыз керек, я болмаса бір әдемі фонограмма басуларыңыз керек педі. Оның үстіне сол басылған фонограмманың үстінен қосылдыңыздар. Ар жақтағы дауыс ана жақта, мына жақтағы дауыс мына жақта. Сондай бір былайынша айтқанда бөлек салақ бірдеңе болып шықты. Әзілге келетін болсақ, жақсы, кейбір жерлерінде рахаттанып күлдік та, кейбір жерлерінде әттеген-ай деген нәрселер де болды. Жалпы Қызылорда қаласына, Қызылорда облысына қош келдіңіздер. Алла қаласа бір болашақта биіктен көреміз деген ойдамыз. Тамаша, алған беттеріңізден қайтпаңыздар. Сәттілік жігіттер. Рахмет. Рахмет. Парасат. Әріптестермен толықтай қосылам. Өздеріңізді сахнада ұстау мәдениеттеріңіз бар, әзілдеріңіз де бар. Енді анау-мынау сын ескертпелерден қорытынды шығарып, келесі ойындарда бұдан да керемет ойын көрсетеді деген сенімдемін. Рахмет. Рахмет, Әке. Жігіттер, тағы да қош келдіңдер. Қызылордаға өздерінің оқу орындарынан, қара шаңырақтарынан жайдарманның чемпиондары да шыққан, мықты ойыншылар да шыққан. Байдың балдары, менің ойымша, сіздердің осы оқу орындарыңыздан жайдарманның соңғы жылдарының бір чемпиондары, жақсы игроктар шыққан. Енді соның ізін жалғап келе жатыр екенсіздер, өнерлеріңіз өрге жүзсін. Енді КВН-де мен енді бір жағы КВН-ші ретінде де осы жерде отырмау деп ойлаймын. Штамповка деген нәрсе бар бізде КВН-де, оны білесіздер. Сол ойындарыңыздан бір емес бірнеше әзілден дәл сондай штамповкілерді көрдім. Баяғы бір ескі әзілдерді әдемі штамповать етіп білдірмей жібергенсіздер, бірақ оны мен өкінішке орай біліп қойдым. Енді бір жылдары жайдарманда Есен ағада редактор болғаннан кейін ба, әйтеуір түсініп қойдым да штамповканы. Сол жағын ескерсеңіздер, енді республикалық деңгейдегі ойынға келіп отқаннан кейін сол жағын ескерсеңіздер, онан кейін жаңа Бақалек бауырымыз айтпақшы, әндеріңізді сапалы түрде жазып барынша, я болмаса жанды дауысты айтқанға не жетсін, серпіліп ауылдарыңызға сәлем айтыңыздар. Құдай қаласа бізде тугиз болады. Құдай қаласа. Азыке. Жігіттер, қош келдіңіздер. Сыр еліне сәттілік тілеймін. Ойын жақсы, тәжірибе бар екені көрініп тұр. Үлкен ойындардан көрейік. Сәттілік. Рахмет. Шымкенттен келген жігіттер, сіздерге де көп рахмет. Сәлем айтыңыздар. Менің әріптесіне барып ой пікірлеріңізді жеткізсеңіздер болады. Арнайы сыр еліне қонаққа келіп өз өнерлерін көрсеткен Шымкент қаласынан келген оқу құрамасының жігіттері қалай болды, жігіттер? Көңіл-күй қалай? Көңіл-күйдің бәрі тамаша, бәрі жақсы, ойдағыдай болды. Ойын өздеріңіздің ойындарыңыз, өздеріңіздің ойларыңыздан шықты ма? Иә, ойын өзіміз жазамыз, полный жаңа сценарийс бәрі өзіміз. Просто тапер жоқ бізде. Бұйырса тапер болсақ жақсы. Енді Әділқазы алқаларының айтқан сын пікірлерін қабылдайсыңдар ма, или келіспейтін тұстарың бар ма?
Жоқ, жаңа барлығын қабылдаймыз. Өйткені мына жерде соңғы әнде біз қателік кетіп қалды сәл. Қалған бәрі жақсы деп ойлаймыз. Дұрыс айтқаның бәрі. Рахмет. Жақсы, Сіреліне тағы да қош келдіңдер дейміз. Қонаққа келіп тұрыңдар. Алдағы ойындарға сәттілік дейміз. Оқымуда оқимыз командасы Шымкент қаласы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік университетінің ректоры Қожамжарова Дария Пернеш қызына өз алғыстарын білдіреді. Олай болса, Жайдарман Кап облыстық Жайдарман сайысының соңғы түйіндейтін команда. Бұл кісілерде бүгінгі сайысымызды республикалық емес, халықаралық деңгейге жеткізіп отырған команда. Ресей Федерациясы деп хабарлайын ба? Байқоңыр құрамасының командасы. Сен сызылғанда, сен дегенде жүрек соғат, ойнағандай сыбызғада. Девочка из города Қызылорда, жымиямын сен сызылғанда, сен дегенде жүрек соғат, ойнағандай сыбызғада. Молодец, өте күшті айттың. Әннің өзі айтып тұр ғой, брат. Қызылорданың қыздары сұлу деп тұр ғой. Қызылорданың қыздарының сұлулығы соншалық. Бұл жақта қалың мал қазір 500 мың теңгеден бастап тұр ғой. Біздің Байқоңырдың орыс қыздары рахат екен ғой. Иә. 2 шиша арақ апарып бересің, алып кете бересің ғой. Менде бір күшті бір идея болып тұр. Бетек Байқоңырдан бір 5-6 орыс қыз әкелейік ол жаққа. Орыс қыздарды әкелейік та 400 мыңнан өткізейік. Дұрыс қой? 1 200 000. Нормально ақша бар. Дұрыс қой? Жігіттер, сендер қызықсыңдар, қыздың тағдырымен саудаласып тұрсыңдар ма сендер? Орыс емес пе енді? Менде күшті политика бар. Политика, бұл политика негізі. Қара. Мен 5-6 қыз әкелсем, мынау 5-6 қыз. Сөйтіп әкеліп Байқоңырдың халқын Қазақстанға көшіре алмаймыз. Құрметті қызылордалықтар, қазіргі кезде карантин кезіне байланысты сақтанып жүріңіздер. Өйткені қазір Қызылорда қаласы жолтый зонаға өтіп отыр. Біздің Байқоңыр қызыл зонада ғой. Қызыл зона деген не ол? 2 рет жолтый алған ғой просто. Жолтый карточка дегеннен шығады. Футболға қызығам ғой. Иә. Былай Барсаның фанатымын. Негізі Барса фанымын өзім. Ой, мен Реал фанмын ғой. Мен сұлу фанмын. Сосын құрмет көрермендер, біздің командаға қарасаңыздар, бір 300-дің би сияқтымыз. Мен мысалы Қазыбек би. Мен Төле би. Әлі би. Жайда қарындаш, Жайдарман Кап дамып келатыр. Дамып келатыр, дұрыс айтып отырсың. Кеше ғана iPhone 5 ұстап жүреді ғой. iPhone 12 шығып қойыпты ғой. Құрметті залда отырған көрермендер, iPhone 12 Pro Max алғысы келетіндер, қолдарымыз көтерейікші бәріміз. Бәріміз қолымыз көтерейік. Енді қасымызда отырған адам басынан ұстайық. Жаным ау, iPhone 12-ін қалай алмақшысың? Ақшаң жоқ қойсың. Жетер қарындаш, осыншама күлімкөз көрерменнің алдында ойнау деген бақыт қой. Айтыңдар. Керемет. Бақыт дегеннен шығады. Мен бір бақыт деген көршім бар. Сен аурусың ба? Бақыт деген көршім бар. Еще микрофонға сөйлеймін. Бақыт деген көршім бар. Мылғау ол. Мылғау болған өзіне ұнай ма бірдеңе? Неге? Счастье любит тишину деген сол ғой бауыр. Сен талантты кесін. Қош. Күшті айтып тұр. Керемет айтып отыр. Тағы бірдеңе тақшы. Ән айтамын мен. Ән айтамын. Айтшы, брат. Гитара керек. Гитара. Ұстап тұрынан. Ұстап тұрынан. Мынанда. Алғашқан, комада жатқан жігіттің әні. Күн батты, таң атты тағы да, ем таппай жаралы жаныма. Сосын әкесінің баласын айтқан ән. Тағы гитара керек білейін ба? Жоқ, керек емес. Сабақтан 3 алсам мен сабайтын адам, 2 алсам подвалға қамайтын адам, арқамды айырменен тарайтын адам, менің әкем ең жосқа адам. Олай болса ойынымыздың басын скорый помощьтың сөзімен бастаймыз. Сонымен, ресторандағы мәзір алғашқы әзіл ағайын. Жалпы өмірде сыйластық деген ұғым болмаса қалай болады екен? Мал қалайсың? Жақсы, Құдеке, өзің қалайсың? Жақсы.
Ана отырған будка келесі шутка қайын. Жалпы түйе мен қарға карта ойнап жатыр екен. Жеріне? Мен. Киіп алдым трико келесі прикол ағайын. Жалпы Дубай қаласының шет жағында орналасқан ауылдың жігіттерінің әңгімесі. Досым деймін да. Негізі біз Дубайдағыдай өмір сүргілік қой, білесің ба? Кез келген ортада бір ұятсыз жігіттер болады. Ол жігіттерді сөйлеген сөздерінен біліп қойып алады. Братан, сущная кішті? Өзің пере бер. Рекетер кинофильмдегі соңғы эпизодта Саян басқа көшемен жүрсе қалай болады екен? Вот и вся моя жизнь. Жазықсыз кетті ау бейшара. Телефонның артқы камерасы істемей қалған жігіт май қызметкеріне ұсталып қалыпты. Причина остановки. Аға лейтенант Теңгебаев, сіз жол тәртібін бұздыңыз. Асфинжар? Ну-ка? Ай, қалайсың, брат, жақсың ба? Жақсы өзің қойсың? Ай, жұмысқа тұрып алғансың ба не? Жақында тұрып алдым ғой шаға. Брат, ұят болды, түсіріп атқам, қайты бастамасап түсірейін, татыр. Құрметті достар, бүгін мен жолдас баламды көшеде көріп қалдым. Ол жұмысқа тұрып алыпты. Біз қазір досымыз екеуміз самса жеуге барамыз. Шашлыкке, шашлык. Жоқ, самса жеуге барамыз. Рахмет. Құрметті достар, сөз соңында, құрметті қаздар алқасы. Негізі біздің үшеумізде әр жерде парковщик болып жұмыс жасаймыз. Сондықтан 100 000 теңгеге бола қырылып қалмайық я. Каспий голд жоқ сосын. Сіздер оған байқоңырлықтар. Рахмет. Байқоңырлық жігіттер өз өнерлерін көрсетті. Құрметті қазылар алқасы, сіздерге әзілдер ұнады ма? Жігіттердің дайындығы жақсы. Ойын ұнады өзіме. Жігіттер сәттілік тілеймін. Рахмет. Дәке. Жігіттерге сәттілік, ойындары ұнады. Байқоңыр құрамасының жетекшісі Әлби өзің ойды, мен негізі республикалық деңгейдегі ойында, Шүкір. Жалпы өзіңнің стилің көрініп тұрды. Бірақ бір ерекшелігі бұл жерде барлығында да рөл бар екен. Республикалық деңгейдегі Байқоңыр құрамасына қарағанда. Сол себепті жігіттерге алдағы ойындарда сәттілік тілеймін. Тамаша. Расында жігіттер жақсы ойнап шықтыңыздар, дайындықтарыңыз көрініп тұр. Енді былай орысша айтқанда опытный командасыздар ғой сіздер. Сіздерден осы нәрсені күткенбіз, сол нәрсеге көзім жетіп отыр. Рахмет. Рахмет. Талғат сөйлесін, сосын Бақалек сіз қорытындылаңызшы. Әдемі күлдіңіз өйткені. Жігіттерге рахмет. Біріншіден жақсы атмосфера сыйладыңыздар. Осы жерде залда отқан барша көрермендерге тәжірибе көрініп тұр. Алдағы ойындарға сәттілік тілеймін, жігіттер. Табысты болыңыздар. Рахмет. Рахмет. Бақытбек. Күшті. Барлығы әдемі жігіттер. Республиканың сахнасында ойнап жүргендерің көрініп тұр. Қимыл қозғалыстарын барлығы әдемі. Әлби біздің негізгі өмірдегі бір ошибкіміз осы біздің бір қателігіміз негізі сонда. Біз көп балдарға сенбейміз. Мен де кезінде террористте ойнаған кезде бәрі енді менің қасымда жүрген мектептің балдары оқушылар болды да. Қазір плотно вайнер ғой, қазір үлкен вайнерлер бар. Мен уайымдайтын түгім, осылар сәл дайындықта қателеседі, кейбір кезде сөзін ұмытып қалады, сөйтеді деп. Содан бір-екі ойынға мүмкіндік беріп, сөйткен кезде кейін ол балдарды көріп өзім қуандым. Сол берген мүмкіндікке қуандым шыны керек. Ол мысалға соның бір қазір Қармақшыдағы Жандос болсын, ойнап жүрген бізде ойнады. Одан кейін Арухан қазір Алматыда жүр. Мысалға Әділ біздің команда қазір театрда жұмыс істеп жатыр. Сол жігіттер әрқайсысы өзінің орнын тауып, сондай бір үлкен жетістікке жетіп, кейін біздің командада шыққанымызға біз қатты қуанып қалдық. Былайынша жігіттер тамаша, үлкен рахмет сіздерге. Рахмет, қазылар алқасы жақсы пікірлерін білдірді. Байқоңырлық жігіттер, енді бір ауыз пікірлеріңізді біздің әріптеске білдірсеңіз болады. Рахмет. Әділқазы алқалары өз пікірлерін білдірді. Байқоңыр құрамасы жаңа өнерлерін көрсетіп келді. Әділқазы алқалары сендерге пікір айтты. Сендер Әділқазы алқаларына қандай пікір айтасыңдар? Тек рахмет айтамыз. Өйткені ол кісілердің айтқан сындары өте орынды. Біз енді қабылдаймыз, жақсы қабылдаймыз өте. Не бір
тағы да жөндейтін жерлер бар. Құдай қаласа жөндейміз бұйыртса. Солай емес па достар? Согласен полностью. Он русский. Жақсы, енді алдағы уақытта финалдық кезеңге өтіп жатсаңдар, қандай қызықты дүниелер бар? Біз адамды екіге бөліп тастасақ па деп жүр финалда. Ойнап айтамын үшке. Жоқ, біз финалда құдай қаласа андай болып тұр. Бір 30 шақты орыс қыздарды шығарып қойып, кәдімгідей киім киісіп қойып, жындап билетіп, кәдімгідей атып, сондай бір істесек қой шіркін өмірде десек. Сондай істейміз құдай қаласа деген ой бар. Жақсы, онда финалдық кезеңге өтіп жатсаңдар, оны да көріп жатармыз. Сәттілік енді. Өтулеріңе тілектеспіз. Облыстық Жайдарман Кап Жайдарман сайысы өз мәресіне жетті. Д тобы да сіздердің алдарыңызға өнер көрсетті. Енді құрметті қазылар алқасы, әдеттегідей ұпай сандары білесіздер, система қалай екенін және де ұнаған командаға өздеріңіз тиісті бағаларын қоя жатарсыздар. Реттілік бойынша айтайын, Қорқыт Кенжелері командасына ұпай сандарыңыз. Оқымуда оқимыз командасы. Байқоңыр құрамасына деген ұпай сандарыңыз. Жайдарман Каптың ережесіне сәйкес Байқоңыр құрамасы командасы облыстық жоғары лиганың үлкен кубогына жолдама алады, және де Оқымуда оқимыз командасы кіші кубокқа жолдама алатын болады. Көп рахмет. Облыстық Жайдарман Кап сайысы өз мәресіне жетті. Енді арнайы сыр үміті жастар қауымдастығының директоры, төрағасы Мағжан Абзалұлы бір ауыз бүгінгі ойынды сырттай тамашаладыңыз. Және де жастарға бір айтар ұсыныс, ой пікіріңіз болса, және де арнайы осы жастар қауымдастығы атынан табысталатын 100 000 сыйақыңызды қай командаға табыстайсыз, соны бір атап өтсеңіз. Қош келдіңіздер. Енді көп рахмет. Бүгінгі ойын өте керемет тартысты өтті деп сенім мол. Сондықтан барлық командалар жеңіске лайықты деп білем. Бірақ енді арасынан өзімізге бір белсенді команданы таңдауымыз қажет. Енді барлық осы жастарымыз көріп отырмын, көздерінде жалындаған от бар. Олардың барлығы енді осы болашақта бір жаңа белсенді азамат ретінде осы өзінің сыр еліне үлесін қосады деген үмітіміз бар. Сондықтан бүгінгі осы сыр үміті жастар қауымдастығының кубогын 187-ші мектепке береміз. Арнайы бас жүлде 187-ші орта мектебінің эксклюзив командасы 100 000 теңге. Рахмет. Жеңістеріңіз құтты болсын. Барша қазылар алқасы, қолдаушылар, барша жандар, барша телекөрермендер, сіздерге көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Осымен Жайдарман Кап облыстық Жайдарман сайысы тәмам.